Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі тақырып жартылай өткізгіштегі негізгі әсерлер. Жартылай өткізгіштердегі негізгі әсерлер және олардың қолданылуы. Негізгі әсерлерге түзету әсерін, күшейту әсерін, холл, ган, фотоэлектрлік, термоэлектрлік әсерлерді жатқызамыз. Осы әсерлерге қысқаша тоқтала кететін болсақ, бірінші әсеріміз түзету әсері. Электронды кемтіктік ПН нүктесін түзету әсерінде қолданады. Түзеткіштік қасиетке тең жартылай өткізгіштің ПН нүктесі мен басқа материалдармен жанасуы ие. ПН нүктесі бұл қоспалы жартылай өткізгіштегі кемтікті және электронды өткізгіштігі бар аймақтарды бір-бірінен бөлетін шекара. Бұл жерде ауысу үздіксіз болуы тиіс. Яғни П және N типтес жартылай өткізгіштерді өзара жанастырған кезде олардың байланысқан шекарасында ПН нүктесі туындайды. ПН нүктесін жүргізу үшін түзету эффектісін алу үшін біз анод және катод мәндерін орындарымен ауыстыру арқылы осы түзету принципін жүзеге асыра аламыз. Бірінші қосуды тікелей қосу деп айтады. Тікелей қосу кезінде ПН өтпесінің бойымен тоқ жүреді, жартылай өткізгіштің кедергісі аз болады. Оның негізгі мағынасы оң зарядталған кемтіктер теріс зарядталған полюске қарай, ал теріс зарядталған электрондар оң полюске қарай ығысады. Соның салдарынан зарядтардың реттелген қозғалысы пайда болады. Бұны тікелей қосу деп айтады. Егер анод пен катодтың орнын ауыстыратын болсақ, онда оң зарядталған кемтіктер теріс полюске қарай, ал теріс зарядталған электрондар солай оң полюске қарай ығысуын жалғастырады. Бұл жағдайда екі П және N жартылай өткізгіштерінің арасында бос кеңістік пайда болады. Бұл бос кеңістікті бекіту қабаты деп айтады. Бұндай жағдайда жартылай өткізгіштердің кедергісі жоғарылайды, ПН өтпесінің бойымен тоқ жүрмейді. Сонымен ПН қосылысының басты қасиеті оның бір жақты өткізгіштігі болып табылады. Келесі әсер холл әсері деп аталады. Холл әсерінде магнит өрісіне орналастырылған бойында тоғы бар жартылай өткізгіштің шектік аймақтарында электр қозғаушы күш пайда болады. Бұл электр қозғаушы күшті холл электр қозғаушы күші деп айтады. Холл электр қозғаушы күшінің мәні тоқтың және магниттік индукцияның векторлық көбейтіндісімен анықталады. Суретте кемтіктік жартылай өткізгіштің жағдайы көрсетілген. Ган әсері. Күшті өрістің әсерінен жартылай өткізгіштің бойында жиілігі жоғары тоқ пайда болады. Яғни кернеудің мәні жоғарылаған кезде жартылай өткізгіштің бойындағы тоқтың жиілігі артады. Бұл әсер алғаш рет галлий арсенидінде және индий фосфитінде байқалды. Осы әсерді ган әсері деп айтады. Осы әсердің негізінде жүздеген гигагерцке дейінгі жиілікті диапазонда генерациялайтын құрылғылар жасалған. Келесі әсер фотоэлектрлік әсер. Жартылай өткізгіштердегі жарықпен сәулелендіру арқылы оларда өткізгіштікті қоздыруға болады. Бұл жағдайда бос электронды келесі аймаққа өткізу үшін белгілі бір үлкен мәндегі энергия қажет болады. Осы энергияны біз күн энергиясынан HV мәнінен ала аламыз. Онда электрондарды валенттік аймақтан өткізгіштік аймаққа өткізе алады. Алынған электрон кемтік жұбы еркін және өткізгіштік құруға қатысады. Суретте өзіндік, донорлық және акцепторлық жартылай өткізгіштерінде фотоөткізгіштіктің пайда болу сызбасы көрсетілген. Жартылай өткізгіштердегі термоэлектр қозғаушы күш. Термоэлектр қозғаушы күш металдардағыдай температура айырмашылығының әсерінен пайда болады. Жылу энергиясын электр энергиясына түрлендіргіштердің негізгі тізбектей жалғанған П және N типті жартылай өткізгіштерден тұратын термоэлементтер құрайды. Жартылай өткізгіштердің үлкен термоэлектр қозғаушы күші оларды жылу энергиясын электр энергиясына тиімді түрлендіргіш ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.